Что касается второго вашего вопроса, во-первых, как я сказал, никогда не снимал и не снимаю с себя ответственность за все, что происходит в вооруженных силах. Но для того, чтобы быть корректными, объективными, не следует путать ответственность и вину. Вину устанавливает суд. Я уже выражал сочувствие, соболезнования и сожаление с происшедшим и от своего имени, и от имени всех военнослужащих. Откровенно вам скажу, я просил или приносил извинения жителям Арыси, с которыми встречался. А я с ними немало встречался. И с теми, кто эвакуирован, проживал в поселке недалеко, в школе, и с теми, кто пострадал, и на секторах, в штабах этих секторов с местными жителями. И при встрече с тем, кто пострадал, я готов вновь принести извинения. Но считаю, что главная задача военных – это не слова произносить и популизмом заниматься, а делами исправлять создавшуюся ситуацию. И вот чисто неофициально я вам хочу задать вопрос. Вот вы представьте себе ситуацию, когда вы знаете, что вы отвечаете за что-то, вы идете, скажем, по улице, и к вам подбегает какой-то неизвестный, незнакомый молодой человек, не здороваясь, не называя вас по имени-отчеству, не представляясь, обвиняет вас, что вы нанесли большой ущерб экономике, и требует, говорит, что виноват там командир части, виноваты вы, и требует, чтобы вы принесли здесь прямо на улице или в коридоре, принесли ему на камеру извинения. Или даже не извинения, а попросили прощения. Я думаю, наверное, любой человек отреагировал бы по-разному. Поэтому я еще раз повторяю, извинения свои я приносил пострадавшим, принесу в будущем лично им напрямую, а не на камеру. И кроме этого, наверное, сложно найти человека в вооруженных силах, который бы острее и сильнее переживал то, что произошло, чем министр обороны, который за это все отвечает. А что касается природного явления, то енді сіздер жақсылап түсіну үшін мен қазақша түсіндіріп айтайын оны. Мені бұл мәселе шын айтқанда қайран қалдырды. Өйткені мен өзім орыс мектебін бітіргем. 1-ші класстан бастап 10-ші классқа дейін Шымкент қаласында орыс мектебінде бірде-бір қазақ тілінен бір сабақ болмаған. Сондықтан мен қазақ тілін мүлтіксіз білемін деп айта алмаймын. Бірақ елімізде қаншама қазақ тілін еркін мүлтіксіз білетін адамдар бар болғанымен, осы табиғи нәрсе ешкім дұрыс аудара алмады. Мен таңғалдым. Әрбір кез келген сөздікке қарасаңыз, тіпті анау сөздік.kz деген сайт бар, өте қолайлы сайт. Соған қарасаңыздар, табиғи деген сөз ең алдымен естественный деп аударылады. Бұны мүмкін әдейі жасаған біреу сөзімді бұрмалап жіберген, контекстен шығарып, мен дословно айтсам былай дедім. Командир ол кінәлі деп айтуға болмайды. Әрбір әскери объектінде, оның ішінде арсеналда қауіп-қатерлер бар. Ол табиғи нәрсе. Ал камераның алдында бейтаныс адам талап еткенде кешірім сұраудың әзірше негізін көрмей жатырмын деп айттым. Спасибо, коллеги. Следующий вопрос. Осы бірінші телеарнадан Арысқа байланысты. Қазіргі ахуал әлі саперлер жұмыстар жүріп жатыр ғой, белгілі. Кеше мысалы Арыстың шығыны 20 миллиард теңге деп айтып жатыр. Сол көшіруге, жалпы түгел көшіруге қанша қаржы қажет еді? Жетпей жатқан қаржы сіздерде. Қаржыға байланысты сіз қаржы министрлігіне сұрақ қоймайсыз ба? Біз басқа мәселелерге жауап. Ол қаржыны сұрап, ол қаржыны игеретін сіздің министрлік. Қандай қаржы? Не үшін? Жаңағы қаржы арсеналын көшіруге қанша қаржы? Көшіруге. Қазір есептеп жатырмыз. Жалпы көшіруге бірнеше миллиард теңге керек болады. Қанша еді? Алғашқы сіздердің смета есептегенде? Қазір есебі жүргізіліп жатыр. Ресми түрде бізге сауалнама жіберсеңіз, біз жауап береміз ресми түрде. Сіз енді осы Арыстағы жағдай бойынша халықтың кешірім сұрайсыз ба? Ол кінә деп айтуға болмайды. Ол табиғи нәрсе. Әрбір арсеналдың қауіптері бар. Мен кешірім сұрайтын себебін көріп жатқан жоқпын.